Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бұл видеода біз сіздермен координаталық сәуле тақырыбымен танысатын боламыз. Жалпы координаталық сәуле не? Сонымен танысайық. Сәуле не екенін білесіздер. Ал енді координаталық сәуле дегеніміз санақ басы, бағыты және бірлік кесіндісі берілген сәулені координаталық сәуле дейміз. Санақ басын біз 0 деп алып, оны О нүктесімен белгілеуге дағдыланғанбыз. Ал санақ басынан қандай да бір қашықтықта орналасқан кесінді бірлік кесінді деп аталады, және оны 1 деп белгілеп қоямыз. Ал енді жалпы координаталық сәуленің анықтамасын айту үшін қолданылатын сөздерді жазып қояйық. 0 саны ол санақ басы деп аталады және О нүктесімен белгіленеді. Ал санақ басынан бір бірлікке тең арақашықтықта орналасқан кесінді бірлік кесінді деп аталады. Бірлік кесінді. Сонымен қатар, мына жерде бізде бағыты белгілі болып тұр. Ал енді координаталық сәуленің анықтамасын қайталайық. Сәуленің О басталу нүктесі санақ басы ретінде алынған, бірлік кесіндісі берілген, бағыты белгіленген сәуле координаталық сәуле деп аталады. Ал енді координаталық сәуледе натурал сандарды кескіндеуді үйренейік. Мысалы, бізге координаталық сәуле берілген және оған бізге айтылған тапсырма бойынша А координатасы 3-ке тең болған нүктені орналастыр деуі мүмкін. Мына жерде оқылуын жазып алыңыздар. А нүктесінің координатасы 3-ке тең деп оқылады. Ал енді осы А деген нүктені, координатасы 3-ке тең нүктені орналастырайық. Санақ басы 0-мен белгіленеді. Екі клетканы бірлік кесінді ретінде алған болсақ, содан 3-ке тең арақашықтықты белгілеп, нүктемен бояп, оны А деп белгілеп қоямыз. Нүкте міндетті түрде бас әріппен белгіленеді. Тағы бір мысал қарастырайық. Мысалы, бізге айтсын, Б деген нүктені, яғни координатасы 5-ке тең болған нүктені орналастыр десе, санақ басы, бағыты, енді бірлік кесінді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 деп жазып, мына жерде санақ басы 0, О нүктесі деп белгілеп қойсақ та болады. Енді 5-ті белгілеп, яғни бояп, сол жерде нүкте арқылы, оны Б нүктесі деп белгілеп қоямыз. Енді мысалдар қарастырайық. Суретке назар аударыңыздар. Бізде бұл жерде суретте қараңыздар. О санақ басы болып тұр. Одан 1-ге тең арақашықтықта А нүктесі берілген. 2, 3, 4, 5, 6 деген сияқты координаталар берілген. Біріншісінде тек қана А-ның координатасы 1-ге тең деген ғана берілген. Ал енді екіншісін қарайтын болсақ, А-ның координатасы берілген 1-ге тең. Б-ның координатасы бар 2-ге тең. С-ның координатасы бар 3-ге тең. Д-ның координатасы бар 4-ге тең. Тағы сол сияқты Е, F нүктелерінің координаталары берілген. Енді үшіншісіне қарайтын болсаңыздар, бірлік кесінді ретінде 1 деп алынған. Төртіншісіне қарасаңыздар, егер мысалы сізге 70 дегенді координаталық сәуледе кескінде дейтін болса, сіз мына түрде 1, 2, 3, 4, 5 деп алатын болсаңыз, дәптерге сыймайды. Ыңғайлы болу үшін сіз мына жерде бірлік кесінді ретінде 10 деп алуыңызға болады. Яғни, сіз бірлік кесінді ретінде 10 алатын болсаңыз, 70-ті салу үшін 7 қадам бассаңыз жеткілікті. Немесе сізге координаталық сәуледе 300 деген санды кескінде десе, егер сіз 10 деп алатын болсаңыз да, онда дәптердің
клеткалары жетпейді. Осы жерде сіз бірлік кесінді ретінде егер 100 деп алатын болсаңыз, сізге ыңғайлы 100, 200, 300 деп 3 клетка арқылы 300 деген санды кескіндеп берсеңіз болады. Ал енді біздің оқулығымызда берілген мысалдарға қарайық. 14-ші есепте А, С, Д нүктелерінің координаталарын табыңдар дейді. Енді бұл жерде сіз А, С, Д нүктелерінің координаталарын табу үшін міндетті түрде бірінші кезекте бірлік кесіндісі нешеге тең екеніне мән бересіз. Бірлік кесінді бұл жерде ары қашықтық 0-ден 1 деп тұр. Демек, сіз санаған кезде ары қарай 2, 3, мына жерде 4, 5, 6, 7, 8, мына жерде 9. Ал келесісі мына жерде 10. Демек, енді сіз жауап ретінде жазуыңызға болады. А нүктесінің координатасы 4-ге тең, С нүктесінің координатасы 9-ға тең, ал Д нүктесінің координатасы 10-ға тең деп. Енді екіншісін қарайық. Бұл жерде Е, Ф, Л, М, Н нүктелерінің координаталарын табыңдар дейді. Бірінші кезекте бірлік кесіндіге мән береміз. Ол 10-ға тең екен. Демек, ары қарай мен санаймын 10 болса 20, 30, 40, мына жерде 50, 60, мына жерде 70, 80, 90, 100, мына жерде 110, 120, 130, мына жерде 140. Енді жауап ретінде жазамын. Менде F нүктесінің координатасы 50-ге тең, N нүктесінің координатасы 70-ге тең, М нүктесінің координатасы 110-ға тең, және L нүктесінің координатасы 140-ға тең деп. 15-ші есеп. Координаталар басынан P, S, T, Q нүктелеріне дейінгі қашықтық неге тең дейді. Демек, бұл жерде мен бірлік кесіндіні анықтайын десем, бұның координатасы берілмеген, бірақ S деген нүкте 40-қа тең қашықтықта жатыр екен. Демек, оған дейін менде 4 бірлік кесінді бар. Демек, әр бірлік кесіндім ол деген сөз 10-ға тең деген сөз. Демек, 10, 20, 30, 40, демек, дұрыс 10 бірлік кесінді ретінде алынғаны. Ары қарай мына жерде 50, келесісі Q санайық. 50, 60, 70, 80, 90, 100, Q-дің орнында 110 тұрады. Жауап ретінде координаталарын жазып қойасыздар. Екіншісіне қарайық. Бұл жерде X, Y, Z нүктелеріне дейінгі қашықтық неге тең дейді. Бірінші кезекте бірлік кесіндіге мән береміз. 30-ға тең. Демек, X-ке дейін ол екінші қадам болып тұр. 60-ға тең болады. Y, X 60 болатын болса, мына жерде 90. Оған ол 30-ды қосатын болсақ, мына жерде 120. Оған 30-ды қосатын болсақ, мына жерде Y-дің орнында 150 тұрады. Ары қарай 30-ды қосып жалғастырып, Z-ге дейін барамыз. 180, 210, 240, 270 болады Z-дің координатасы. Координаталық сәулеге байланысты мәліметтер сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз бар болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.